Сәлем достар, қазір менің қаламда күн өте суық, -39-ға дейін барып жатыр Павлодар қаласында. Бірақ бұл нағыз аяздың қасында ойыншық сияқты. Бүгін біз планетамыздың ең экстремалды нүктесіне Оймякон ауылына барамыз. Бұл жерде температура -71 градусқа дейін төмендеген. Бұл адамзат мекендейтін жер бетіндегі ең суық нүкте. Елестетіп көріңізші. Мұнда деміңіз мұз болып қатады, ал қарапайым тұрмыс нағыз ерлікке айналады. Дайын болсаңыздар, Оймяконның мұзды әлеміне саяхаттаймыз. Елестетіңіздерші, жай далаға шығып қайту үшін не деген азап, осыншама қабат киім кию өте қиын. Бұлай далаға шыққанша шықпай қойған дұрыс. Оймякон неліктен соншалықты суық? Ол Якутияның терең түкпірінде, таулардың ортасындағы үлкен қазан шұңқырда орналасқан. Солтүстіктен келген суық ауа осы аңғарға түседі де, таулардан асып шыға алмай тұзаққа түседі. Жергілікті халық бұл жерді полюс халада деп атайды. Қызығы, Оймякон сөзі якут тілінен аударғанда қатпайтын су дегенді білдіреді. Себебі мұнда аязға қарамастан қатпайтын ыстық бұлақтар бар. Бірақ қыста бұл атаудың мағынасы мүлдем басқаша сезіледі. Бізде де өте суық, бірақ мұншама суыққа адамдардың шыдауына мен таң қаламын. Бұл жерде даже сиырлардың да сүттері қатып қалмас үшін, сол үшін оларды даже сүттерін орап қояды, омырауларын орап қояды сиырлардың. Сиырлар далада қатып қалмайды. Бұлардың сиырлары өздері басқаша, ал біздің сиырлар осында өмір сүретін болса, қатып қалатын еді. Сиырлары до-того үйреніп қалған, бұлар осылай суда да жүре береді. Егер адамдар ұзақ уақыт сыртта жүріп, бетін жаппаған жағдайда үсік шалып, мұрнынан немесе қолынан айырылып қалуы мүмкін. Сол себепті мұнда барған кезде өте абай болу керек. Осындай қалың киімдермен ғана жүруге болады. Мәссаған, осындай киімдерді мен ауылда көп көретінмін. Менің анам осылай сыртқа жаятын және киімдер дәл осылай қатып қалатын. Мұншалықты қатып қалмайтын әрине. Міне сиырлардың сүтін осылай сауған кезде полный осындай булар шығады. Осыны сауып болған соң егесі омырауын сиырдың жылы шүберектерімен жауып қою керек. Әйтпесе мұз қатып қалуы мүмкін. Даже қораның ішіне осындай мұздар құлайды екен, тамшылары буланғаннан. Олардың даже жылқылары да басқаша келеді екен. Жылқылары кішкене қысқа болғанымен, олар өте төзімді және олар жүндері бар жылқылар екен. Олардың жүндері үлпілдек болады, мысықтардың жүндері сияқты. Бұл жақтағы адамдар мұздатылған шикі етті көп жейді. Бұл жерде ол деликатес және де витаминге өте бай тағам ретінде саналады. Және жылқыларын сойып осылай мұздатып жейді және оларды басқа елдерге де басқа адамдарға да жіберіп отырады. Қысқа осылай шөптермен дайындалады. Бұл жақта да жаз болады, бірақ біз сияқты ыстық болмайды. Мұнда жерге ештеңе еге алмайсыз. Бау-бақша дегенді ойыңызға да алмаңыз. Сондықтан жергілікті халықтың рационы тек ет пен балық. Ең басты деликатесі строганина. Бұл шикі, бірақ мұздатылған балық және жылқының еті. Оны пышақпен жұқалап тіліп, тұзбен бұрышқа батырып жейді. Сондай-ақ жылқының шикі бауыры мен майлы етін көп тұтынады. Бұл осындай аязда аман қалу үшін қажетті қуат көзі. Және бұларда басқа витаминдер жоқ болғандықтан сол шикі еттен ғана витаминдерін ала алады. Бұл жақта мүлдем овощи жоқ, көкөністер жоқ және де жеміс-жидектер мүлдем жоқ. Тек ет қана жейді. Оймяконда көліктер аз. Көлікпен жүргенше осылай шанаға мініп, осылай жүрсең тезірек жетесің. Себебі көлікті жылыту керек. Оны 3 сағаттай, 4 сағаттай күтіп қалу мүмкін. Сол себепті жай шанаға мініп, осылай жолға шығу қажет.
И тек мұнда пешпен ғана үйлерін жылытады және де балықты аулау үшін осылай мұздарды қазып, мұздарға осылай ау салып балықтарды аулайды және балықтар тез сыртқа шығарған кезде тез өліп қалады және тез қатып қалады. Және бұлар балықты да жейді деп айттым жаңелде. Осы балықтан да бұлар осылай жай ғана кішкенеден кесіп, бөліп шикідей жейді және осыда витамин көп деп өздері солай санайды. Көп адамдар неге мұндай қиын жерде тұрасыздар? Көшіп кетпейсіздер ме деп те сұрайды, бірақ оймақондықтар үшін бұл ата-бабасынан қалған қасиетті мекен. Олар мұндағы ауаның тазалығын, табиғаттың тыныштығын және адамдардың бір-біріне деген шынайы көмегін ештеңеге айырбастамайды. Суық олардың денесін қарыса да жүректерін жылы еткен сияқты. Міне мынау қоян қақпанға түскенімен ол қақпаннан өлген жоқ, қимылсыз бір орында тұрғандықтан мұз қатып өледі екен. Ал мұнда туалетке бару, әжетханаға бару, ол да өте қиын. Себебі сен туалетке шығып жатқанда сенен шыққан нәжістер осылай қатып қалады екен. Сен туалетте отырғанның өзінде жаурап, тоңып қалады екенсің. Сол себепті тоңып қалмас үшін туалетке бару үшін де осынша қабат киім кию керек екен. Оймақонда су құбыры жоқ, себебі құбырлар жер астындағы мәңгілік тоңның әсерінен бірден жарылып кетеді. Сондықтан адамдар өзенге барып, үлкен мұз блоктарын қазып алады. Ол мұзды үйге әкеліп, бөшкелерге салып ерітеді. Бұл үйдің ішіндегі таза судың жалғыз көзі, ал дәретханалардың басым бөлігі далада орналасқан. -60 градуста далаға шығудың қандай екенін елестетіп көріңізші. Және осындай мұздарды далада жаурап, балтамен қарып, суға дайындап тұрудың өзі не деген күш. Бұл су ерим дегенше өзі біраз уақыт кетеді және бұны қайнатып ерітпесе еруі қиын шығар. Оймақонда жай бізге үйреншікті баняға түсуде үлкен сынаққа айналады. Себебі сен көп отын балталауың керек және де оған қоса мұз балталауың керек. Және мұзды балталап, осы үлкен кастрюльді толтырып салуың керек. Және оны салып болған соң, осы мұздың еруін күтуің керек. Оның өзіне 2-3 сағатын кетеді. Және сол себепті мұнда адамдар аптасына немесе айына бір рет қана шомылады екен және бір шомылғанда 2 сағат, 1,5 сағат бойы баняда уақыт өткізеді екен. Осы банядан шығып үйіне жеткенше тоңып та қалады екен адамдар. Ал азанда балаларын мектепке жіберу үшін осылай қатты қымтап киіндіріп жібермесе, балаларын үскірік шалуы мүмкін екен. Елестетіңіздерші, біз баяғыда жай осындай ауа райына да төзе алмай барғымыз келмейтін. Ал мына балаларға қарасақ, олар қуана-қуана барып жатыр. Осындай -67 градуста жаяу мектепке жетудің өзі бір үлкен жұмыс сияқты. Мұнда аңдар қапқанға түссе болды, осылай мұз қатып тез өліп қалады екен. Олар қапқанға түскеннен емес, мұз қаттығаннан өліп қалады. Адамдар да және жануарлар да постоянно қимылда болу керек. Қимылда болмаса, олар мұз қатып өліп қалуы мүмкін. Оймақонда көлік жүргізу нағыз өнер екен. Қазан айында моторын оталдырған жүргізуші оның сәуірге дейін сөндірмеуі мүмкін. Неге? Себебі моторды бір рет сөндірсеңіз, оны қайта оталдыру мүмкін емес. Май тас болып қатады, ал теңірлер морт сынады. Көліктердің дөңгелегі аяздан шашы болып қалатын кездері де болады. Жүргізушілер көбіне көліктің астына от жағып жылытады. Бұл мұндағы қалыпты жағдай.
осылай пеш жағып машинаның жылығанын, көліктің жылығанын 2 сағат 3 сағаттай күтеді екен. Егер осындай гаражы болып қалса, ол да өте күшті екен бұлар үшін. Оның үшін отоплениямен, яғни пешпен жылытады екен, машина тоңып қалмас үшін. Бірақ көп адамда мұндай гараж жоқ екен, және мынандай материалдармен ішін есіктерін осылай жауып қояды екен. Соның өзінде пеш болса да төбелерін мұз қатып тұрады екен. Енді елестетіңізші, осылай қиналып 3 сағат күтіп машинаны оталдырдың. Сосын барып бір жерге қонаққа кірдің да, машинаны өшіріп ұмытып кеттің, что сенің қалаңда осындай минус погода екен. Сосын барып сен шықсаң, машинаң уже өшіп қалған және жүрмейді, барлық жері мұз қатып қалған. Қайтадан 3 сағат бойы үйіңе қайту үшін сен қайтадан пеш жағып машинаны жылытуың керек. Сіздермен болған Тамелия. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаймыз.